Сметаник пирогын дайындаймыз. Ол үшін қаймағымызға құмшекерімізді, ванилинді, 2 дана жұмыртқамызды және де кукурузный крахмалымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Дайын қаймақты массамызды алдын ала дайындап алған песочный тестомыздың үстіне құйып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Сметаник пирогымыз дайын. Пирогты өз қалауларыңызша әсемдеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын.